Сәлем достар, сіздермен бірге қызыдыр. Бүгін Free Fire қарам екенін дәлелдемекшімін. Міне қарап тұрыңыздар. Камила персонаж, жақында шыққан персонаж, имба персонаж дейді. Бірақ бұл харам. Кітапты оқып тұр. Енді ұстатты жоқ қылып жіберді. Бөлшектеп жыртып тастады. Бұл қандай кітап десеңіздер, қараңыздар. Құран кәрім. Неге басқа кітапты алмады деген себеппен айтып отырсаңыздар, бұл Гарина харамдығын дәлелдеп келе жатыр. Алдыңғы жолда дәлелдеді. Ендігі Free Fire доғару керек деп ойлаймын, өйткені көбісі көп белгілі тауып жатыр. Гаринаны неліктен жаман деп жатқан білесіздер деп ойдамын. Міне сол себепті мына видеоны көріп отырсыздар. Маска, қараңыз, шайтан, бәрі шайтан ғой. Мынау Зов демоны шынын шақыру. Бұл Зов демон істемеңіздер. Free Fire тегін от. Қалай түсінесіздер? Free Fire былайша айтқанда тозаққа апаратын бірден бір жол деген мағынада түсініп тұрмын. Бұл Гарина, кәдімгі жазу Гарина деп ойлап қалдым мен басында Free Fire'ды ойнағанда. Бірақ бұл Дәджалдың көзі екен. Дәджалдың көзі. Ал мынау жай ғана маска, төбесін қарасаңыздар, көз деген бір Дәджалдың Дәджал бір көзден тұрады. Бір көзі қызыл, бір көзі кәдімгі көз сияқты болады. Міне мынау Зов демоны, бұны түк істемеңіздер, шын шақырады. Ал мынау жай ғана пропуск, элитная пропуск. Қараңыздар. Қасындағы нені қарасаңыздар, лутбоксты қарасаңыздар, міне мынандай жұлдыз бас жағын жұлдызды байқайсыздар. Міне жұлдыз, Шейх Хамза Юсуп. Бұл жұлдыз харамдықтың белгісі ретінде, қалады. Новый зомби самурай. Бұл харамдық Дәджал, бұл Дәджалдың өзі. Бана айтып өткендей, үш бұрышты пирамида, бәрі үш бұрыштың белгісі, Дәджалдың белгісі екенін растап отыр. Қазір бұл Free Fire тоқтату мүмкін емес. Көбісі айтады, бұл күшті ойын, донатқа ақша жұмсайсың, алмас аласың. Бұл жай ғана қарам ойын. Енді тым ақша салмай, донат салмай ойнаңыздар. Мен Free Fire'ды тоғардым, алдыңғы видеода өшірдім. Бірде донатқа ақша құртқан жоқпын. Сау болыңыздар достар.